әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, ақын болар мекенсің, ел қорғайтын боташым, батыр болар мекенсің, жылама ботам, жылама, жылаған мен болама. Қанеки, біздің батыр жылап жатыр ма? Көкесіне бере ғой. Өзің өсіп, бізді өзің жеткізер, ақылды ұл болар мекенсің құлыным. Қорғанышым менің, қолғанатым менің. Мен сияқты күн кезіп, түн кезіп, мал соңында жүрмейсің. Саған ешқашан мұндай күнді көрсетпеймін. Ертең ер жетіп, елді әділдікке жетелейтін, елдің қамын жейтін, күшті болсын деп атыңда Қайрат қойғанмын. Қайратым менің, тек әкеңнің баласы болма. Адамзаттың, халықтың баласы бол құлыным. Әкесі, байқаймысың? Біздің Қайрат басқа балалардан өзгеше, айбатты көрінеді, е? Иә, түсімде атасы аян берген. Елдің қорғанышы, панасы болсын дедім. Тфәй, әкеле қойма. Әкесі, олай болса Қайратжан ұйықтап жатқанда, барып шай ішіп алайық. Иә. Апа, қарның ашып тұр, жейтін не бар? Мінекей, бәлішпен қатық ше ғой. Әке, қалайсыз, шаршамадыңыз ба? Жоқ құлыным. Аға, апа, әке, сыртқа біреу хат қыстырып кетіпті. Алламай, жақсы хабар ете көр. Қане балам, оқышы. Бұл Қайратты әскерге шақырту қағаз екен. Балам, бұл күнде туыпты ғой. Не дейді әкесі? Қайраттың да өсіп қалған ма? Зымырап жатқан уақыттай, сенсіз қалай болар екен? Апа, әке, уайымдамаңыздар. Барлығы да жақсы болады. Ел алдындағы борышым ғой. Аға, мен сені үлгі тұтатын едім. Енді отан алдындағы борышыңды аман-есен өткізіп кел. Ертең сені шығарып салуға менде барайыншы. Әке, апа, рұқсат па? Әрине барасың, бауырым. Сәлем бердік аға, жеңеше. Қайрат көкемнен хат келді, сүйіншімді беріңіздер. Рахмет еркем. Сәлем хат. Әкешім, анашым, қалдарыңыз қалай? Мен университетке орналастым. Қазір осы жақтың белсендісімін. Сабағым жақсы. Біздің курстың үлкені менмін. Араларында әскери борышын өтеп келген мен ғана сияқтымын. Жақында сессия басталады. Сол себепті хат жазуға қолым тие бермес. Мені уайымдамаңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Амандық болса, жаңа жылда бірге бас қосармыз. Сәлеммен, балдарыңыз Қайрат. Қолыңыз сол. Бауыржан Рашидұлы, рұқсат па? Кір. Бауыржан Рашидұлы, мына Рысқұлбековтың жағдайын бір жақты ету керек. Өзіңіз тез арада шешім шығармасаңыз, басыңыз бәлеге қалар. Онда дереу шақыртыңыз. Кіргізіңдер ішке. Иә, Қайрат. Алаңға ескертусіз шығып, оның үстіне студенттерді азғырып, патриот атанбақшымысың? Саған кімнің басшы болғаннан келіп кетер пайда бар ма? Неменеге белсенді болып елді азғырып жүрсің? Сен кімсің соншалықты? Мен қазақпын. Бойымда ұлттық рух бар кезде елімді өзге ұлттың басқаруына қарсымын. Осы кезге дейін өзге елдің боданында жүргеніміз жетер. Өз елімізде де ел басқара алатын азаматтар жетерлік. Ұлттық намыс дейме? Не дейді? Намыс туралы айтпас бұрын сені өзіңді ойла. Сенің ақылыңды керек қылып отқан ешкім жоқ. Сіздер неге Қайратты жазықсыз жазғыра бересіздер? Сіздер біздің жанашыр, жақындарымыз емессіздер ме? Қара жүздерің, сені Советскийдің өліміне қатысы бар деп іздестіріп жатыр. Ал бұған не дейсің? Алаңға шыққаныңызда енді кісі өлтірген дейсіз бе? Ал керек болса. Онда сенің ісіңді біз емес, сот қарайтын болды. Адам өлтіргенім жоқ. Қазақтың қайсар қыздарын шаштарынан сүйреп, мұзға отырғызып, сабап жатқандарын көріп төзе алмадым. Мен қазақпын, сіз де қазақсыз. Менің орнымда болсаңыз, сіз де солай жасар едіңіз.
ұлтшылың өзің. Сен сияқтылардың оны бұл жер емес, түрме. Сол жақта сайрарсың. Ұлым, сені кісі өлтірді деп айыптап жатыр дейді ғой. Сол рас па құлыным? Неге олай жасадың? Мен ешкімді өлтірген жоқпын, анашым. Тек қазақ қыздарының ары мен намысын қорғадым. Мен сіздің ақ адал сүтіңізді емгенмін. Сіздің және әкемнің абыройына нұқсан келтірерлік ештеңе жасамадым. Анашым, мен елімнің ертеңі үшін, болашақ үшін өліп кетсем, арманым жоқ. Құдайға шүкір, түсім екен ғой. Советскийдің өлімін мойның аласың ба? Мен ешкімді өлтіргенім жоқ. Қолыммен жасамағанда қалай мойным аламын? Қарсы шыққаным рас. Өз қандастарыңды қорғаудың орнына өзге ұлт өкілінің өлімін қорғап, біздің мойнымызға қиып салып, абырой жинамақшымысың? Сен не көк тұрсың? Ұлт арасына әріткі салып, батыр атанбақшымысың? Көзіңе көк шыбынын үйретем. Мойын алғанша ұрып соғыңдан айтты. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар.